Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз логотип жасаймыз. Логотип жасау барысында біз осылай круг қойып аламыз. Оны өшіріп тастаймыз. Сәл жақындатайын. Қалыңдығын көбейтеміз. Окей. И осыны былай шетке көшіріп қоямын мен қазір. И осы жерге линия қойып қоямыз. Үстіп аламыз да, Ctrl+S, Ctrl+F дейміз да. Осы қойып қоямыз. И жерге и мынаны объект разобрать. Окей дейміз. И сосын жерге объект разобрать. Окей деп басамыз. И на жерде өшіріп тастаймыз. И мына жерге алып келіп жақындатамыз. Төменге түсіреміз. И мынаны алып келіп жерге қойып қоямыз. Объект разобрать. Окей дейміз. И мына жерде ортасын тоже белгілеп жібереміз. И мына жерден осыны аламыз да бір қайырамыз. Объект разобрать дейміз. Окей деп басамыз. И мына жерге біз квадрат қойып жүреміз. Қойып қоямыз. Осыны қайырамыз. Қойып қоямыз. Сәл төменге түсіреміз. Болды. Енді мына инструментті аламыз. Окей. Мынамен өшіріп тастаймыз. Окей. Осының бәрін бүйтіп белгілеп аламыз. Осын басып жібереміз. Енді жерге біз цвет таңдаймыз. Бүкеде басамыз. Обводкасын өшіріп тастаймыз. Тоже фотосын өшіріп тастаймыз. И бұның түсін біз қойып қоямыз. Скопировать. Окей. Достар, осындай логотип жұмыс дайын болды. Бұл мен лого дизайн кітаптан қарап отырып жасап отырмын. Сол жерде осындай логотип бар екен. Қалай достар, әдем шықты ма? Егер де сіздерге пайдалы болсам сабақ, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап беремін. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.